Спорт әркімді әділ жарыс, бүкпесіз тартысқа түсіріп, жігерін жаныр, салауатты сала. Спортпен кімнің болмасын, ынтасымен құлшынысы бар әр адамның айналысуына болатындығын мүгедек спортшылар дәлелдеп келеді. Олар спортпен тек денсаулық үшін айналысып жүрген жоқ, айтулы жарыстарға қатынасып, топ жарып та жүр. Ал әрбір спортшының арманы Олимпиада ойындарына қатынасу. Олимпиада алтын иеленуді сол арманның шыңы десек болар. Мүгедектер арасында өткізілетін параолимпиадалық ойындар биыл тамыз айында Лондон қаласында өтпек. Қазір оған қатысушылар іріктелуде. Ұлттық құрама сапына біздің жерлесіміз Олег Гридасовтың да енуі мүмкін. Аптада майдарына назар аударыңыздар. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Олег Гридасов бірінші топтағы мүгедек. Бала кезінде аяқ астынан бақытсыздыққа ұшырап, екі аяғынан бірдей айырылады. Олегтің алған асу, бағындырған белестері биік. Ол үшін алдымен еңбекпен күш қайрат керек дейді ол. В Атбасаре это было в 99-м. 1999 жылы Атбасарда мүгедектер арасында спартакиада өтті. Одан кейін Степногорск қаласында өткен облыстық байқауға қатыстым. Армрестлингтен арбамен жарыстан бірінші орын алдым. Содан кейін кір көтеруден тұрақты түрде айналысып келемін. 2001 жылы Олегті көкшетаулық жаттықтырушылар Астанада өтетін республикалық байқауға қатысуға ұсыныс жасайды. Сол спорттық додада жақсы өнер көрсеткен Олег бірден облыстық құрама командаға мүше болып қабылданады. Спорттық сайыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы бүгінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Өткен жылы Араб әмірліктерінде өткен халықаралық турнирде тағы бір алтын медальға ие болған. Үстіміздегі жылы Малайзиядағы Азия чемпионатына қатысып, бақ сынады. Енді Лондонда өтетін Олимпиада ойындарына әзірлік үстінде. Жоспарларым өте көп. Кез келген спортшының арманы Олимпиада алтынын жеңіп алу. Сол мақсатқа жетуге тырысамын. Олег бүгінде Олимпиада ойындарына қызу дайындалуда. Оның бағдарламасына спорттың 20 түрі енгізілген. Көптеген ел спортшылары бақ сынайтын дода мен үшін үлкен жауапкершілікті талап етеді дейді ол. Он установил у нас уже около 6. Кір көтеруден Қазақстанда 6 рет рекорд жасады. Олимпиадаға іріктеуден өтті. Бұл спортшы көптеген адамдарға үлгі боларлықтай азамат. Олег Гридасов спорттан басқа компьютерлік бағдарламаларды терең меңгеруді мақсат еткен. Жоғарғы оқу орнында білім алып жүрген оның көлік жүргізуде сүйікті істерінің бірі. Мақпал Айбабина, Роза Мантаева, Данияр Омаров, Апта.